Мен сіздерге ешкім айтпаған нәрсені айтайын деп тұрмын ғой. Мынаны өте мұқият есте сақтап алыңыздар. Кез кетеді да, варианттарын айтып қойып, лайфхак қой бұл да. Көбісі біле бермейді бұны. Сондықтан вообще кездесуден естемеу керек, қаламау керек. Шыққанын естісеңдер дейді, жеке-жеке тауға қарай қашып кетіңдер дейді. Өйткені ол жекелеген адам жүрмейді. Нұржан қақтасын, кім? Балтабай іздеп жүрмейді. Сіздер баяғы ілгердегі Ясреб қаласындасыздар. Бұл Ясреб қаласы пайғамбарымыздың келуімен Мәдина Мұнаувара деп аты өзгерді. Нұрланған Мәдина қаласындасыздар. Пайғамбарымыздың қабірі көрдіңіздер ғой, осы жерде жатыр. Пайғамбарымыздың қалған 10 жыл өмірі осы жерде өткен. 53 жасында келген Мәдина қаласына, білесіздер, не себепті келді? Өйткені Меккеде өлім жазасына шешім қабылданған о кісіге. Болды. 13 жыл пайғамбарлық Меккеде өтті. Оның алдында 40 жыл өмірі бар. Барлығы 53 жыл өмір. Меккеде өлім жазасына шешім қабылданғаннан кейін Абу Бәкірмен бірге Мәдина қаласына қарай Алла тағаланың әмірімен хижрет деп айтады, қоныс аударып кетті. Міне сіздер келген осы мешіт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның түйесі шөккен жер. Анау жасыл күмбез бар ғой. Дәл сол жер пайғамбарымыздың түйесі Меккеден келген кезде шөккен жер. Сол жер 2 жетім баланың жері болған кезінде. Соны Абу Бәкір радиаллаху анху сатып алып, не істеген? Алла жолына сыйға тартқан, қараңыздар. Сол Абу Бәкір сыйға тартқан жер қазір не болып тұр? Рауда деп аталады. Жер бетіндегі жәннат мекені болды. Бүкіл мына мешітте оқылған намаздың сауабы кімге барады? Кімге барады? Сатып алып берген адамға барады ғой, Абу Бәкірге барады ғой. Пәленбай триллион адам оққан бұл жерде намазды осы уақытқа дейін. Әлі пәленбай миллиард адам оқиды әлі намазды. Соның барлығының сауабы Абу Бәкірге барады екен, ана қараңыздар радиалы. Көрдіңіз ба? Жомарттықтың сыйын көрдіңіз ба Алланың жолындағы? Сіз о кісі ойлаған жоқ мұндай болып кетеді деп. Бірақ сол кісіге нәсіп болды осы бақыт, көрдіңіз ба? Сол 2 жетім баладан сатып алып, жерді Алла жолына деп сыйға тартты. Сол жерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қолымен, иығымен тасып жүріп, мына мешітті салған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек қараңыздар, біз бағана айтқанбыз, Алланың ең сүйікті пендесі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Біз өзіміздің ең сүйіктіміз айтып қойдық, кім деп? Баламыз деп айтып қойдық. Дұрыс, сондай ол. Біз баламызға бар жақсылықты қалаймыз дедік, дұрыс па? Дәл сол сияқты Алла өзінің ең сүйіктісіне тек қана нені қалайды? Жақсылықты қалайды. Сүйген сүйіктісіне тек қана жақсылықты қалайды. Болды, басқа ештеңе қаламайды. Сол қараңыздар, Алланың ең сүйікті пендесіне таңдалынған жер бетіндегі тойиба, ең таза жер бұл Мәдина қаласы. Әр топырағы, әр ауасында бұл жердің берекет бар. Себебі бұл жерде не бар? Пайғамбардың дұғасы бар, қараңыздар. Мына мешіт, мына жер, бүкіл пайғамбардың дұғасы қабыл болған жер. Енді сіздер мешітке барған кезде дұға қылғанда не деп айтасыздар? Я Алла, өзіңнің сүйіктіңнен қалай қабыл еткен болсаң, менің де дұғаларым солай қабыл ет деп айтасыздар. Тез кетеді да, варианттарын айтып қойып, лайфхак қой бұл да. Көбісі біле бермейді бұны. Өзіңнің елшіңнен қалай қабыл еткен болсаң, бізден де солай қабыл ет деп дұға қылсаңыздар бар ғой, өте тез арада нәтижесін көресіздер. Ал егер нәтижесін көрмей қалсаңыздар, онда оны алып қояды, или басыңызға келе жатқан жамандықты қайтарып тұрады дұға. Білесіздер ғой, дұға мен садақа, өзі екі-ақ нәрсе бәлені қайтарады. Біреу дұға, біреуі садақа. Сол дұға сіздің басыңызға келген жамандықты қайтарып отыр, или вообще берілмейді бұл дүниеде, алып қояды ал жаққа. Имам Ибн Қайюм айтады, оның алып қоюы дейді, дүниедегі бергенінен 1000 есе қайырлы дейді. Неге? Өйткені ертең қиналып жатқан кезде тау сауаптарды әкеледі Алла тағала, сөйтеді де, мынау сенің амалдарың деп береді екен. Сөйтсе ана пенде айтады, Раббым, мен мынада істеген жоқ мынадай нәрселер десе, Алла тағала осындай жерде, осындай сәтте дұға қылып едің, қабыл болмады ма? Болмады. Сол қабыл болмаған дұғаның сыйлығын біз не істедік дейді? Алып қойдық дейді мына жаққа. Сонда ана адам бүй деп айтады екен, олай болғанда ешбір дұғам қабыл болмай қойғанда ғой деп айтады екен да. Бәрін анаяқта алады екен да, өйткені. Көрдіңіз ба? Ол хақ солай болады. Хадистерде келген өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Міне айтқанымыздай, бұл қала демек Алла елшісіне, яғни Алланың өзінің сүйіктісіне таңдалынған
жер бетіндегі ең таза, ең берекелі нұрланған қала. Анау мынау қала емес, нұрланған қала. Мунауара деген сөздің мағынасын білесіздер ғой, қандай болды? Нұрланған. Міне қара біліп алдыңыздар. Мәдина Мунауара деп айтама? Нұрланған Мәдина қаласы, пайғамбарымыздың қаласы. Енді кеттік. Ибрахим пайғамбардың дұғасының барлығы айттым бағана қайыққа болды? Меккеге болды. Өйткені Ибрахим пайғамбардың өмірінің ең маңызды кезеңдері Меккеде өткен. Маңызды кезең ол Қағбаны салған. Көрдіңіздер ма? Біздер қараңыздар. Мен сіздерге ешкім айтпаған нәрсені айтайын деп тұрмын ғой. Мынаны өте мұқият есте сақтап алыңыздар. Біз намазда Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля кімге? Ибрахим. Ана қараңыздар. Ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Енді сұрақ туылады осы жерде. Неге именно Ибрахим деген сұрақ туылады шығыла? Неге мына жерде именно Ибрахимді айтып жатырмыз? Неге Мұса емес? Болды, жақсы, түсінікті. Көпшіліктің жауабы Ибрахим пайғамбардың дұғасы. Жақсы, ол дұғасын былай қоя тұрамыз. Мынаны қараңыздар сіздер. Айтып отырмын ғой, көбісі білмейді. Мына жерде бір кісі ғана біледі екен. Қақтан біліп алдыңыз онсыз? Сабақ тыңдағансыз ғой, а? Так, бұл былай екен, қараңыздар. Біз именно Ибрахимге салауат айтатын себебіміз, айта берейін бе, әлде ертең айтайын ба сабақта? Айта берейін, е? Себебі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим пайғамбармен Миғражда кездеседі, 7-ші көкте. Дұрыс па? 7-ші көкте кездескен кезде Ибрахим пайғамбар қош келдің ізгі перзент, игі пайғамбар деп айтады. Ей Мұхаммед, үмметіңе менен сәлем айт деп айтқан жалғыз пайғамбар сол екен. Көрдіңіз ба? Үмметіңе, яғни бізге менен сәлем айт деп айтқан жалғыз пайғамбар кім? Ибрахим. Ана 7 көкте 8 пайғамбармен кездескен. Соның ішінде жалғыз ғана пайғамбар сол кісі айтқан, үмметіңе менен сәлем айт, оларға жәннат туралы айт дейді. Қандай? Оның топырағы өте құнды, берекелі екен дейді жәннаттың. Оның егіні бар екен дейді, жемісі. Жәннаттағы талды айтып жатыр. Субханалла, вальхамдулилля, ва ла илаха иллалла, Аллаху акбар. 4 сөз бұл жәннаттың несі екен дейді? Жемісі екен дейді. Ол жемісінің көлеңкесін аттылы адам 100 жыл таусалмайды дейді жүріп. Бір тал сізге берілетін. Көрдіңіз ба? Соны айтып жатыр Ибрахим пайғамбар. Бірінші демек біздің намазда о кісіге сәлем айтатын себебіміз, о кісі бізге ең бірінші сәлем айтқан адам екен. Көрдіңіздер ма? Екінші. Ол Қағбаны салып болды ғой Ибрахим пайғамбар, дұрыс па? Қағбаны салып біткен, ертең жолда айтам тарихын қалай салынғандығын. Қағбаны салып біткен кезде Ибрахим пайғамбарға Алла тағала айтады: "Ей Ибрахим, енді адамзатты қажылыққа шақыр" дейді. Сонда Ибрахим пайғамбар айтады: "Раббым, менің даусымды кім естиді?" дейді. Дейді, бәрін шақырады ғой енді. Кім естиді ана жерде? Қағбаның айналасындағылардан басқа ешкім естімейді ғой. Меккеліктер ғана естиді, дұрыс па? Сонда Алла тағала айтады дейді: "Ибрахим, сенікі жеткізу, сенікі айту дейді, шақыру, біздікі не? Жеткізу" дейді екен Алла тағала. Көрдіңіздер ма? Сіздердің іштеріңіздегі ұшқын бар ғой махаббатына, қасиетті қалаларға. Бұл қаяқтан келген махаббат десеңіздер, Ибрахим пайғамбардың шақыруын қабыл алған екенбіз ғой біз. Көрдіңіздер ма? Сол шақыру сіздің ішіңізде Мекке менен Мәдина туралы әңгіме айтылған кезде не беріп тұрады? Ұшқын беріп тұрады ғой. Мекке деген кезде өзі сау мұсылман не қылмайды ғой, барғың келіп ұрып тұрасың ғой, дұрыс па? Мінекей. Сондықтан бұл Ибрахим пайғамбар осы нәрсені айтып жатқан кезде және айтады: "Раббым, енді ертең дейді, Мұхаммедтің үмметінен қажылар келеді" дейді. Ана қараңыз. Яғни сіздер менен біздерді айтып жатыр ғой. Сол келген қажыларға, анау кейін келетін қажыларға менің сәлемімді жеткізші деп айтқан екен. Сол кісінің сәлеміне біз жауап ретінде намазда салауат айтады екенбіз. Көрдіңіздер ма? Сол Ибрахим пайғамбардың бүкіл дұғасы қасиетті Мекке қаласына болған екен. Алла Меккенің әрбір жемісіне, көкөнісіне, барлығына берекет бер деп дұға қылған о кісі. Өйткені Меккеде Ибрахим пайғамбардың дұғасы бар. Январда келсең де қауын қарбыз жейсің ояқта. Сондай Құдай
жыл 12 ай берекет кіргізіп қойған ол жердің егініне. Көрдіңіз ба? Енді қараңыздар, ол ма? Ибраһим пайғамбар сұрап жатыр ғой, иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мәдинаға келгеннен кейін не деді? Я Алла, Ибраһим Меккеге сұрағаннан мен 2 есе сұрайым деді берекетін. Және бір хадисте айттым бағана, 3 есе сұрайым. Бұл да сахих хадис. Демек, Меккенің берекетінен Мәдинаның берекеті неше есе екен? 3 есе абзал екен. Кімнің дұғасы абзал? Ибраһим пайғамбардың ба, Мұхаммед пайғамбардың ба? Мұхаммед пайғамбардың дұғасы бүкіл пайғамбардың дұғасынан абзал, и өзі де абзал. Көрдіңіздер ма? Сондықтан Раббымыз Алла о кісіні құрметтеді. Ла илаха иллалла Мұхаммадун Расулла деп әрқашан өзінің аты аталған кезде Алла бірден өзінің сүйіктісінің атын әкелетін болды. Тіпті өзінің сүйіктісінің атын қайқа қосып қойды? Намаздың ішіне қосып қойды ғой. Ат-тахиятты білесіздер ғой, сол кезде ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулу деп айтамыз. Көрдіңіз ба? Ең ұлы құлшылықтың ішіне ең сүйікті пайғамбарының атын қосып қойған Алла тағала. Оның артынша салауат айтамыз, дұрыс па? Тағы кімді айтамыз? Тағы да Мұхаммед пайғамбар дейді. Сондай құрметтелген пайғамбардың мынау қаласы Мәдинату Расулилла деп аталатын сол. Алла елшісінің қаласы деп аталатын сондықтан бұл қаланың. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, бұл қалаға надан бұзғындар кірмейді дейді. Көрдіңіздер ма? Қайта Құдайға шүкір нормальный болып тұрмыз ғой, айту бәріміз кірдік ше. Не то болсақ, бағана границадан қайтамыз аны қарай. Құдайға мыңда бір шүкір. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына харамның территориясына мына жерге надан бұзғыншыларды Алла кіргізбейді, оларды шығар жібереді дейді. Қалай? Көрік темірді үрлеген кезде тотты қалай шығарады? Қалай шығар жібереді дейді. Мына қалаға кіре алмайды әрбір надан бұзғын адам дейді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан Аллаға шүкір деп қойыңыздар. Анау мынау адам кіре алмай жатқан жерге кіріп кеттіңіздер. Билет алсам болды, кірем деген жоқ бұл жерде. Бірден айтып қойын, ешкім өзінің мансабына и дүниесіне сенбей қойсын бұл қалалар. Бұл қала жүрмейді. Басқа жерде сатып алатын шығарсың любой нәрсені. Мына қалаға вообще ешкім кіре алмайды. Кім болсаң ол бол. Құдай кіргізбеймін десе, бір белгілі себептермен кіргізбей тастайды сізді. Не бір мансапты кісілер келіп, кіре алмай қайтып кетіп қалған. Сондықтан бұл қалаға сіздің мықтылығыңыз кіргізбейді, тек Алланың несі кіргізеді, сізге деген сәттілігі ғана кіргізеді. Болды. Көрдіңіздер ғой? Міне, енді мына жерде айтып жатыр, бағана да айтқанмын. Сахабалар келген кезде яхудилер бағаны көтеріп жіберген Мәдинада. Сонда пайғамбарға шақырдым ки, я Расулалла, мыналар бағаны көтеріп жатыр, біз тамақ жей алмай жатырмыз деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, сендер бір адамның тамағын сатып алыңдар деді. Болды. Ол 2 адамға жетеді деді Мәдинада. 2 адамның тамағы 4 адамға жетеді деді. Ал 4-еудікі 6-ға жетеді деді пайғамбар саллаллаху алейхи. 6-аудікі 10-ға жетеді. Осылай не істей береді? Кете береді көбей. Бұл қалаға өйткені бағанағы пайғамбардың дұғасы қиямет күніне дейін тұрады. Оны ешкім өзгерте алмайды. Және бұл қаладағы адамдар обамен ауырмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи Мәдинаға келген кезде сахабалар бір өліп тірілген барлығы. Мен сира сабағында айтқанмын, тыңдаған кісілер болса біледі. Соның ішінде ең қатты өліп тірілген 2 адам бар. Біреу кім? Абу Бәкір, екіншісі Біләл. Машалла, жаттап алған кісілер тұр екен. Екеуі өліп тірілген кәдімгідей. Ана дүниеге барып келді дейді ғой бізде. Дәл солай. Сонда Абу Бәкірдің айтқан сөзі бар. Дүние тәтті екен дейді да, бірақ өлім келген кезде ешкім оны ұстап қала алмайды екен деп айтқанда. Біләл не дейді? Біз бұлай ойламаппыз, өлімнің бәтеңкенің бауынан да жақын екендігін дейді. Сөйтіп өліп сандырақтап атқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла бұл жердегі оба дертін көтер деп дұға қылған. Оба бұл жерден көтеріліп Джохфа деген қалаға кетіп қалады. Анау 2 ортада Джохфа деген қала бар. Мекке мен 2 ортада. Сол қалаға қарай кетеді оба. Содан бері бұл қаланың халқы ешқандай обамен ауырмаған. Немен? Пайғамбардың дұғасының берекетімен. Бұл қала адамдар ондаймен ауырмайды. Ойбай, апа түсірмеңіз қосында елге кетіп қалып жүрер. Со кетпейді деп түсірген ғой біраз адам. Бір қарасам тиктокта жүрмін ғой, не істеймін? Бір ұрайын ба дейма, бірдеңелердің бәрі сияқта жүр. Ұятын айтса, Құдай сақтасын. Сонымен бір күні сахабалар келеді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Алланың елшісі,
біз енді мына Мәдинадан шамалы шаршап кеттік, басқа қалаға кетсек па деп келеді да. Бір 3-4 отбасы ғой осылай Мәдинада. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Халумма илар раха» деп айтты да. Ойбай-ау, рахатты тастап қаяққа кетіп бара жатсыңдар деп айтады дейді да. Әл-Мәдинату хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Ей, Мәдина жер бетіндегі ең абзал қала ғой, біле білсеңіздер деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Бұндай ең асыл қаланы тастап неге кетіп бара жатсыздар деп ана кісілерге айтқан екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ма? Демек бұл қала енді әркімнің өзінің туған жері өзіне ыстық қой, дұрыс па? Мен елді жамандап атқан жоқпын. Өзімнің туған жерім өзіме ыстық. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары дейді қазақ айтады. Жұртқа жаман болса да өзімнің аралым құм борап тұрса да маған ыстық. Дұрыс па? Теңіз тартып экология болса да маған ыстық. Сондай, дұрыс па? Бірақ маған ыстық болғанмен Алла таңдаған қасиетті қалалар бар. Оған ешкім не істей алмайды, таласа алмайды. Мынау сол қала. Көрдіңіздер ма? Құдай таңдаған қасиетті қаланың біреуі осы, екіншісі Мекке қаласы. Көрдіңіздер ма? Сондықтан біз Құдаймен не істей алмаймыз? Қарсы келе алмаймыз. Біз самиғна ва атағана естідік және бойсындық болды. Мұсылманның ең керемет сипаты осы. Естідік, бойсындық болды. Демек Алла қасиетті деді ма? Болды қасиетті. Оған Құдай неге сен Мәдинаны қасиетті қылдың? Неге Шымкентті қасиет қылмадың деп айта алмайсыз да? Шымкентте Жетісай бар ғой, Сарыағаш бар ғой деген сияқты. Мысалға деймін да енді, жалпы. Құдайдың несін ести алмаймыз, араласа алмаймыз. Бірақ Мәдина жер бетіндегі ең пәк таза қала. Пәктігі, тазалығы, қорғалғандығы соншалықты періштелермен. Қазір біз көріп тұрған жоқпыз, бірақ қала не істеулі? Қорғаулы. Қала періштелермен қорғаулы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, жер бетіне Дәджалдың бүлігі келген кезде, Дәджал танисыздар ғой, а? Үлкен кісілер көп танымайды, танисыздар ма? Естідіңіздер ма? Дәджал деген оңбаған бар. Құдай кездестірмей қойсын бізді. Бірақ енді оңбағанның көкесі сол. Бұл қиямет жақындағанда қазір көп белгілер білініп жатыр ғой. Шығады ол кісі, ол сондай адам шығады. Бір көзі солған жүзім сияқты білесіздер, я? Бір көзі кәдімгі надай көз. Сендердің раббыларыңмын деп адамдардың бәрін алдап тозақ қалып кетеді оңбаған. Сондай сынақ, өте ауыр сынақ. Адамзат, анау адам ата жаратылды ғой. Адам ата жаратылғаннан бастап ең соңғы адамға дейінгі ең ауыр сынақ екі ортадағы кімнің сынағы? Дәджалдың сынағы. Мәсіх Дәджалдың сынағы. Көрдіңіздер ма? Құдай тағала оның бүлігінен сақтасын. Бірақ ол жер бетінде 40 күн болады, білесіздер ғой. 40 күн болады, алғашқы күні бір жыл болады, екінші күні бір айдай болады, үшінші күні бір аптадай болады, төртінші күні біздің күндер сияқты өте береді. Бірақ ол кірмеген қала менен ауыл қалмайды. Бүкіл жерге кіріп шығады. Өзіне адамдарды иман келтіру үшін ол көктен жаңбыр жаудыра алады, жерден шөп шығарта алады, малдарды семірте алады, буазға алады. Сондай қасиет берген оған. Бірақ оның маңдайындағы кәпір деген жазуды әрбір мұсылман оқи алады. Сол оңбаған жердің бәріне ылаң салып атқан кезде адамдардың, біздің Мұхаммедтің үмметін ең көп тозаққа алып кететін сол оңбаған Дәджал болады. Енді Құдай кездестірмей қойсын, енді бізді де ұрпақтарымызды да. Сол қараңыздар, әлемнің бәрін шарлап келген кезде Мәдина мен Меккеге кіре алмайды дейді ғой. Кірейін десе жаңағы періштелер қылышымен естетпейді дейді, кіргізбейді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оның отыратын төбесіне дейін айтып кеткен. Мына жерде Ухуд тауы бар. Ухуд тауының ар жағында Сабха деген сасық, мынандай үлкен төбе бар. Таксиге айтсаңыздар, негізі аппарат, бірақ бармай қойсаңыздар, тасыш. Сабха деген жер бар. Сол жерде Мәдинаның ішінен шығатын 200-ді мұнафықтарды күтіп отырады екен. Ол қалаға кіре алмайды, бірақ қаланың ішіндегі 200-лер қаланың сыртынан естіп кетеді, өздері шығып кетеді екен ғой. Ту, жаман көргім кеп тұр бар ғой ше деп. Жаман көргім кеп тұр деген сияқты жаңағыдай бірдеңелер қандай болады екен, мәссаған деп шығады да, соған қалай елескен білмей қалады ғой, көрдіңіздер ма? Ойбай, естідің ба, кездеспе, пайғамбар самайды, вообще кездеспе дейді. Неге?
иманың ең мықты адам болсаң да, онымен кездесуді қалама, өзіңнің иманыңа өзің күмәнданып қаласың дейді. Сондықтан вообще кездесуден естемеу керек, қаламау керек. Шыққанын естісеңдер дейді, жеке-жеке тауға қарай қашып кетіңдер дейді. Өйткені ол жекелеген адам жүрмейді. Нұржан қақтасың, кім? Балтабай іздеп жүрмейді. Қауымды келеді де бірден алып кетеді, қауыммен алып кетеді адамды. Қала кіреді, целый қауымды иман келтіреді алып кетеді, болды. Алла сақтасын. Жалпы айтайын дегенім, ол сол бүлігімен келген кезде мына қалаға кіре алмайды, қасиеттілігі соншалықты. Көрдіңіздер ма? Звондап жатырмын, апа. Аманмыз деп айтып жіберіңіздер. Сонымен қатар бұл қала, сіздерге қызық айтайын. Мынау сахабалардың көбісі мына біздің Есталда шыққанда қабірстанды көрдіңіздер ғой, Жаннатул Бақиқ деген. Ең тұңғыш жерленген сахаба Асхат деген кісі. Асхат ибн Зурара деген сахаба. Біздің қазақша Асхат деген ат бар ғой, сол кісіге қойылады негізінде. Сол Асхат деген сахаба жерленген ең бірінші болып. Содан бері 12-13 мыңға жуық сахаба жерленген мына жерде. Сахабалардың ең көбі жерленген жер осы жер. Меккеде көп емес сахабалар. Сахабалар қай жерде көп? Мәдинада көп. Сұрақ енді. Сонымен қатар ғалымдардың көбі осы қалада жерленген, Меккеде емес. Ғалымдар мынау ізгі кісілерге дүниеден өтетіні белгілі беріледі ғой былай. Сол кезде сразу Мәдинаға кетіп қалады екен. Бір үлкен Шамдағы ғалым, Шам деген қазіргі қай мемлекет? Сирия мемлекеті. Шамда бір үлкен ғалым өзінің шәкірттеріне сабақ беріп отырып айтады, мен Алла елшісіне кетіп бара жатырмын сәлем беруге, бірақ сабақ тоқтайды, ұзақ уақытқа бара жатырмын дейді. Сосын шәкірттер айтады, ұстаз, ол жақта виза осындай күнге ғана беріледі, ұзақ бола алмайсың дейді. Сонда пайғамбар шақырып тұрған кезде виза не решает дейді да. Пайғамбар шақырып жатыр, виза туралы әңгіме айтпасаңдаршы маған дейді да. Сөйтеді жаңа ғалым Мәдинаға келеді, пайғамбарымызға сәлем береді. Раудада намаз оқытқан жерінде дүниеден өтіп кетеді. Яғни мәңгілік визаға шақырып жатыр. Не себепті Мәдинаға келді? Сұрақ сіздерге. Не себепті ғалымдар Мәдинада дүниеден өтуге құмартты? Пайғамбарымыздың қасында болсын деп дейді. Жақсы, әдемі. Тағы өле Мәдинада өл деген. Не істеймін дейді, өлсең ол жерде? Хадистің ар жағын айтсаңшы енді. Шамаң жетсе Мәдинада дүние сал. Мен жалпы сіздер біраз нәрсені біліп кетейін деп тұрсыздар ғой, негізі көп адам білмейді бұны. Точно айтамын мен сіздерге. Құдай қаласа, мынаның бәрін жазып алыңыздар. Үлкен ілім. Ертең емтихан аламын. Емтиханға жауап берілмеген адам қанша реалдан береді дедік бағана? 20 реалдан береді. Оңай емес, ақшаның шығуы бар ғой. Маған бер, мейлі, Каспий голдың жазып аласыздар ма осы жерде сразу? Міне қараңыздар, бұл үлкен білім, құрметті қажылар, бұл үлкен білім. Себебі пайғамбарымыз айтып жатыр, міне, шамаң жетсе Мәдинаға келіп дүние сал дейді. Өйткені мен Мәдинада дүние салғандарға арнайы бөлек шапағат етем дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Мына қабірде жатқан кісілерге бар ғой, арнайы бөлек пайғамбардың несі бар екен? Шапағаты бар екен. Білесіздер ғой, шапағат бөлінеді, бірнеше топқа бөлінеді. Біреуі менің сүннетімді істегендерге, біреуі көп салауат айтқандарға, біреуі азаннан кейін маған дұға қылғандарға уәсилан сұра, біреуі осындайларға, біреуі мынадайларға, біреуі мына сөйтіп келеді, біреуі Мәдинада дүние салғандарға деп айтады. Көрдіңіздер ма? Адастыңыздар ма? Енді адаспаса қызық болмайды ғой. Бұл Мединадағы адасу ерунда. Мекке қызық болады ертең, көресіздер ғой. Меккеде таппайсың вообще. 2-3 күннен кейін табыласыздар. Мынау қайта жарты сағат қой адасу. А? 2 сағатқа мынадай болып қалдым дейді. Вот. Қақтан іздейміз, сіз таба алмайдық қой біз. Бір-бірімізді қойш. Адаспаса қызық болмайды ғой ол. Бәрі шоколад болып кетсе, не қызық болады ол? Комфорт болып кетсе, дым қызық емес қой. Сәл сондай бір сынақтар болмаса, вообще қызық болмайды құлшылық. Мына құлшылықтың ерекшелігі сол ғой, машақат қой. Адасасың, самолетті күтесің, автобусты күтесің, нервің шығады, сондай. Нервіңді тексеретін құлшылық қой бұл. Міне сол машақаттан шығып жатыр ғой, көрдіңіздер ма? Бізде Құдайға шүкір ғой, қатты машақат жоқ. Главный тамақты уақытында жеп, не қылып отырсаңыздар болды.
намазға аман есен барып келіп отырсаң. 2 сағат, қайта 2 сағат, бір жарты сағат жақсы. Бір күн кешіксе мына жерде көтеріліс болады, апа, көтеріліс. Бір күн таба алмай қалсақ бар ғой, оппозиция болады. Сол жаңағы айтайын дегенім, мына қаланың абзалдығын айтып жатырмыз сіздерге. Енді ең үлкен абзалдығы міне мешітте тұр. Қараңыздар, мына мешіт бір намазы қаншаға тең болатын намаз? Мешіт 1000-ға тең болады. Бардыңыз, қазір мысалға да, қазір бардыңыз, тахажүдке бардыңыз, 2 ракағат тахажүд оқыдыңыз ғой, 1000 ракағат тахажүд намазы болады. Өмірде оқымағансың ғой 1000 ракағат тахажүдті. Өмірде оқымаған ғой ешкім. Дұрыс па? Бірақ мына жер не істеп алады адамды? Сауабын еселендіріп алуға үлкен мүмкіншілік бар. Қараңыздар. Одан кейін таң намазын оқисыз ғой. Екі ортада бір 20 минут отырдыңыз. Сол 20 минутта не деп жазылады? Не деп жазылады? Білмей атсыздар ма, айтып қояйын. Екі ортада намаз оқып жатыр деп жазылады. Намазды күту бар ғой. Бұл намаз оқыды деп қараңыз, жарты сағат күттіңіз мысалға таң намазын. Жарты сағатта неше ракағат намаз оқылады жобамен? 5 минутта 2 ракағат дейтін болсақ, 60 ракағат па? Бір 20 ракағат деп айтайықшы. 20 ракағат намаз оқыдыңыз мысалға да, жарты сағат. Сонда жарты сағатты 20 ракағат оқыдыңыз, ол тағы нешеу болады? 1000 ракағат намазға көбейтіледі, 20 000 болады сол кезде. Осылай сіз оқисыз, болды, не істеп кете береді? Көбейіп кете береді сауабы, сондай қала бұл. И күттіңіз, таң намазын күттіңіз, ол қанша болады? Кеше есептедік, 270 000 болады бір парыз намаз. Ойлаңыз, 270 000 деген сөз бір парыз намазда. Ол 120 жыл бір адамның тоқтамай жасаған құлшылығымен бірдей қарыз. Бір намаз. Келдіңізда, кішкентай демалып, тамақ ішіп алдыңызда, духа намазын оқып қайтайыншы, тағы бардыңыз ғой духа намазына. Тағы да кетті, 1000 ракағат духа кетті. Духа оққандығыңыз үшін сізге не беріледі? Бүкіл дененің садақасы өтеледі. И Алла мына пенденің мұқтаждығын мен өзім өтеймін деп айтады. Духа намазын оқитын адамға. И күнәдан сақтап тұрады Алла тағала. Көрдіңіз ба? Жақын ғой мешіт духа оқып қайтуға болады ғой. Я бір апа болды бізде өткенде январ айында. Осы жыл екен ғой, осы жыл әлі біткен жоқ қой, біткен жоқ. Осы жыл январ айында. Мешітке 7 уақытқа барады, намазға 7 уақытқа. Ана апа Құдай бір ықыласын ашып қойған. Тахажүдке де барады, духаға да барады. Қандай нәпіл намаз бар, мешітке барып оқып келеді ғой. Мәдинада да солай істеді, Меккеде де солай істеді. Дәканса қайтқанға дейін. Құдай бір ананың жүрегіндегі бір нелерді ашты. Түрінен көріп тұрады ғой ықыласты екенше. Уақыт жоқ ешкіммен сөйлесетін. Жүгіріп баратады мешітке қарай. Ой Алла, ұяласың кәдімде бар ғой, ойбай деп. Барып қайту керек еді деп жүресің. Сөйтіп ұялтатын адамдар бар енді арамызда. Ол да жақсы. Өйткені бұл үлкен не? Мүмкіншілік. Бұдан кейін бола ма бұл мүмкіншілік, болмай ма? Оны бір Алла ғана біледі, болды. Сондықтан, қолда бар кезде алтынның қадірін біл деген сияқты, сіздерге Алла нәсіп қылып тұрған кезде жасап алу керек. 2 адам бар да, 2 адам бар. Екеуі де 50 жыл өмір сүрген да мысалға. 2 кластас деп айтайық. Екеуі 50 жыл өмір сүрген мысалға. Сөйтіп Құдайдың құзырына қайтты екеуі. Мына кластас елде жүрген, умраға неге бара алмаған қажылыққа. Мына кластас барғанда екеуінің сауабы бірдей бола ма? Ешқандай да. Бәрібір мынанікі басып кете береді. Өйткені мына қалада ол сауаптарын еселендіріп алған. Аға, сіздің жасыңыз нешеде? 58-де. Одан үлкені бар ма бізде? 60-тарсыз. Аға, сіз нешедесіз? 71-де? 71 ма жасыңыз? Машалла, керемет. 65-дегі бір аға келді кеше қажылықта ше. Созақтікі ана аға. Шымкент облысынікі, Түркістан облысының. Енді өлтірді шегімізді қатырып. Тамақ ішіп отырсақ бүй дейді ғой. Нұрсұлтан балам дейді. Мен кластастардың бәрін қатырдым дейді ғой. Ойбай, не болды? Бәрі тисе береді дейді да, енді үлкен ғой жастары. Ел ағасы болдың, намаз оқсай. Біз бәріміз намазы, сен ғана қалып тұрсың деп. Тиіштік бермейді дейді, миым жеп қойды дейді. Сонымен Құдайдың құдіреті балам үлкен қажылыққа 2 ай бұрын не алып берді дейді ғой. Жаңағыдай жолдама алып берді дейді.
Енді ана жолдаманы алғаннан бастап жайлап жаттай бастадым дейді жаңа нелерді. Намаздарды нелерді. Айтпақшы мынау жаңадан намаз үйреніп жүргендерге комнатадағылар бір-бірлеріңізге үйретіп жіберіңіздер. Дәретті қалай алады, намазды қалай оқиды. Сол адамның өмір бақи оққан намазының сауабы сізге жазылады иншалла. Бір-бірімізге үйретіп жіберейік, ма, Құдай қаласа. Білетіндер білмейтіндерге үйретіп жіберсін. Сонымен не керек, намазды үйреніп жүрмін дейді. Кететінен бір 2 күн қалған кезде класстастарын бәрін шақырдым дейді. Тисе беретін ше. Намаз оқсайды тисе береді. Көбісі бармаған дейді қажылыққа. Сонымен бәрі сөйлеп болды, мен айттым дейді ғой. В общем, достар, мен мына қасиетті қалаға бара жатырмын. Құдай қаласа сендердің осы уақытқа дейінгі жасаған құлшылықтарың бар ғой. Соның бәрінен осып кетейін деп жатырмын менікі деп айтады дейді да. Бәрінен осып кетейін деп жатырмын дейді. Өйткені мына Нұрсұлтан уазын тыңдады, мен уазынды қосып берейін ғой. Бір намазға 27 миллион сауап бар деген қағбада да. Соны қара, сен қайсысың 27 миллион намаз оқыңдар деп айттым дейді да. Ешқайсың әлі оққан жоқ, мен оқуға кетіп баратым деп айттым дейді да. Так что тисе бермеңдер, бәрінен осып кеттім мен деп айтады дейді. Соқсап, бәрінен осып кетейін деп тұрсыздар ғой иншалла. Міне, 2 адам бірдей өмір сүреді, бірақ екеуінің сауабы не болмайды? Бірдей болмайды. Өйткені мынау еселеп алған, анау еселей алмай қалған. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңіздікін еселейсіз. Дүниеден өткен анаңызды риза қыласыз, әкеңізді, бауырыңызды, жақсы көретін әпкеңіз бар, көрші апаңыз бар. Бәрінің атынан умра жасауға болады. Бұл жерде сондай мүмкіншілік бар. Көрдіңіздер ма? Өзіңізді де көбейтесіз, оларға да не істейсіз? Қиналып жатқан шығар мүмкін, сауабын бағыштаған кезде қанша адамдар түсіне кіріп, әкесі рахмет айтып кеткен, балам, көп рахмет деп. Сол міне қараңыздар, соңғы нәрсені айтайын. Бұл қала сонымен қатар ансарлардың қаласы. Ансарлар білесіздер ғой кімдер? Пайғамбардың және Меккеден көшіп келген үйсіз, күйсіз сахабалардың көмекшілері, жәрдемшілері ансарлар. Яғни Мәдинаның тұрғындары. Өмірлерінің барлығын, мал жандарын, бала шағаларын пайғамбардың жолында құрбан қылған Алла жәннатпен сүйіншіленген ұлы қаланың тұрғындары. Ансарлар. Алла Құран кәрімде бірнеше рет олардың жәннатқа кіретіндігі жайында аяттар түсірген. Неге? Жомарттықтары себепті дейді. Ана Меккеден көшіп келді ғой сахабалар, дым жоқ оларда. Үйін тастап кеткен, күйін тастап кеткен, саудасын тастап кеткен. Сонда келген сахабаларға не деді? Енді өздерің шөстерек етіп бірдеген қалбаңдар енді. Қайтек енді көшіп келсеңдер. Маған вообще қатысы жоқ. Бір өткін бірі көтермейді деп айтты ма? Жоқ. Қош келдіңдер деді. Қош келдіңдер Алла иесінің көмекшілері. Ана меккеліктерге айтып жатыр. Менің үйім дейді, ортасынан 2-ке бөліп жартысына тұра қой деп айтады. Қараңыздар. Ол кездегі үйлер қазіргідей 16-да 14, 18-де 21 емес үйлер. Кеше 2013 жылға дейін білесіздер ғой қандай үйде тұрып келдік. Төбесі қамыс, әктелетін, жылына 2 рет әктейтін едік қой. Үйдің бәрін шығарып тастайсың, әктейсің. Білесіздер ғой, еске түсіп жатыр ма? Ойбай, келін болдыңыз. Сіздер көрмегенді көрдіңіздер ғой негізі. Біз қазір рахат звондайсында үйде әктеу керек дейсің, болды әктеп кетеді келіп. Әктегеннен кейін иіс бар, ол иісте рахаттанып ұйықтайсың. Пол жуасың, полдың астынан тарақандар атып шығады былай, дұрыс па? Кеппей күйдіреді, көрдіңіз ба? Сосын жүресің, я? Шаш кептіретін мен кептіріп дейсіңші. Ол кезде шаш кептіретін де жоқ қой. В общем, не керек? Мен айтайын дегенім, кішкентай үйде көп адам тұратын едік баяғыда, естеріңіз болса. Менің есімде, менің тұрған үйім былай қарай 5 метр, былай қарай 10 метр ма сондай. 15-та үй. Сол үйде 3 семья тұратынбыз. Әженің қойында бәріміз жататынбыз да, әжеміздің қойыны кең етті. Сосын әжелеріміз дүниеден өтіп кетті, чоты сыймай қалдық, дәу үй салып едік қой. 14-те 15 қылып па үй салып едік, сыймай қалдық. Еще бәрі бөлек шығып кетті, сонда да сыймайды. Сөйтіп, неге сыймай жатырық десек, мына жақ тарылып қалған екен ғой. Ол кезде мына аяқ кең болды да, үй тар болды. Главный, мына жақ кең болса, үйдің тарлығын істемейді, әсер етпейді екен ғой. Өйткені есімде папаң қарындасының баласы біздің үйде, апасының баласы біздің. Садик біздің үй бар, садик жоқ ол кезде. Бәрі сол үйде жүретін, азаннан қара кешке дейін. Әбетте ұйықта деп ұрып ұйықтатады.
Қазір ұйықта десе, ондай ұйықта деп айтатын адамымыз жоқ қазір. Сонда да ұйықтамайсың да, қашып шығып дұрыста. Сондай бір тәтті кезеңдер ғой. Айтайын дегенім, кішкентай үйде көп адам тұрдық. Қазір дәу үйде аз адам тұрамыз. Дәу үй 100 квадрат метр 2 адам тұрады ғой. Сыйғызбайды, ана туысқаны келсе, қайын сіңілі келсе, сыйғызбай қабағын ашып тұрады. Қашан кетеді екен мынау деп ше. Өстіп жүреді. Біліп қоясың ана уже жақтырмай тұрған. Жайлап өзің телефоныңды аласың да мен сөйлесіп қайтайын деп. Сол кеткеннен келмейсің жабыратанның үйіне. Ағаң үйіне барғанша бар ғой, әпкең үйіне барған жақсы ше. Қазір сондай. Серьезно айтам ше. Әпкең үйіне барсаң, жездуқан асты үстіңе түседі ше. Бұны мен айтқан жоқпын, бір ағамыз айтқан сөйтіп. Ағаң үйіне барсаң, жеңгешкің неғып тұрады дейді. Өзінің қоралы бала шағасы бар. Сонда да не деп жатыр? Бізбен бірге тұрыңдар деп жатыр ғой. Сәл аяққа тұрып кеткенге дейін дейді. Шынымен солай істеді. Алла Құранда аят түсірді ғой. Олар, мына ансарлар, мынау көшіп келген бауырларын дейді, өздерінен артық жақсы көреді дейді. Ана жүрегіндегін біліп қойды ғой Алла аналардың. Көрдіңіз ба? Белгілі ғой өзі шынайылық пен өтірік деген нәрсе. Шынымен қызмет жасау бар, өтірік показуха деген нәрсе бар. Ансарлар показуха істемеген. Күшті ұйықтап жатыр. Сөйтіп түсірбаңыздар. Осы жерде ұйықтай беріңіздер. Жарқын ұстаз айтады, комнатада ұйықтағанша осы жерде ұйықтаңыздар дейді. Өйткені мына жерге Алланың рахымы түсіп тұрады да, сіз ұйықтап жатсаңыз да кешіріп кетесіз ше. Осы жерге ұйықтай беріңіздер, иә? Комнатада ұйықтап қалмаңыздар. Уағызға келгенде деп жатқам ғой. Сонда Алла тағала аят түсіреді. "Ва ма юқшу ханафсихи". Не дейді аятта? Әй, кімде кім сараңдықтан құтылса дейді, жомарттыққа қарай бет алса, ол тозақтан құтылып жәннатқа бет алған болады дейді Алла тағала. Аят түсіріп жатыр. Құранда Хашр сүресінің аятын түсірген. Кімдерге? Ансарларға. Көрдіңіздер ма? Жомарттық танытты ма ансарлар? Сол жомарттығына сай олар тозақтан құтылды деген сүйінші хабар келді ғой. Көрдіңіздер ма? Сол мына қалаға келген кезде де қолдарыңызды бүйтіп қалмаңыздар. Барынша жомарттық жасаңыздар. Қажыларға жасаңыздар. Мына ертең жолда Мәдинада Меккеге сапарымыз бар біздің. Сол кезде қажыларға дастархан жайыңыздар. Әкеңіздің атынан, дүниеден өткен анаңыздың атынан. Көп бұл жақта істейтін амал. Тарылып қалмаңыздар. Алла бұл қалаларда адамның сауаптарын не істеп береді? Еселеп береді. Сол кезде жомарттық танытудан қапы қалып қоймаңыздар. Міне сол мынау ансарлардың қаласы, Мәдина қаласының абзалдығы туралы қысқаша осындай.